Қайырлы күн, сіздермен бірге Дана, сіз жаңа пост каналындасыз. Өзіңіз білетіндей Pinduoduo'ға тапсырыс бересіз және тауарыңызды тапсырыс бергеннен кейін 10-12 күнде аласыз. Ал осы уақыт аралығында сіздің тауарыңыз мейлі 100 грамм болсын, мейлі 10 килограмм болсын, әртүрлі этаптардан, әртүрлі жолдармен өтеді. Және бұл сізге қызық па? Қызық болатын болса, мен сіздерге бүгін жаңа пост арқылы тапсырыс берген тауарыңыздың жүру жолын түсіндіретін боламын. Өте қызық тақырып, сол себепті видеоны соңына дейін көріңіз. Әрине, бізге подписация етуді, жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Сіз Pinduoduo'ға тапсырыс бересіз. Тапсырыс бергеннен кейін Pinduoduo'ның дүкеншісі біздің қоймамызға алып келуі керек. Біздің қоймамыз Иу қаласында орналасқан. Осы уақыт аралығындағы статус сіздерге көрініп тұрады және бұл күтілуде деген статус. Күтілуде статусына ең бастысы Pinduoduo'ның дүкеншілері жауапкершілікті алады. Яғни Pinduoduo'дағы Қытайдың ішкі логистикасы жауапкершілікті алатын болады. Себебі біз сіздің тауарыңызды әлі қолымызға қабылдап алған жоқпыз. Сол себепті бұл күтілуде деген статуста тұрады. Бұл статуста шамамен 2-3 күн аралықта тауарыңыз тұратын болады. Сіз тапсырыс берген дүкенге байланысты. Күтілуде статусынан кейін қоймада деген статусқа өзгереді. Бұл кезде жаңа пост сіздің тауарыңыз туралы толық 100% жауапкершілікті өз мойнына алады. Және сіз тауарыңыз туралы ақпараттарды одан да нақты біле бастайсыз. Қалай дейсіз бе? Сіздің тауарыңызды біздің Қытай қоймасы қабылдап алады және оны сканерлейді. Сканерлеген кезде сізге хабарлама келеді. Тауарыңыз Иу қаласындағы қоймаға жетті деген. Одан кейін сіздің тауарыңызды арнайы аппаратқа қойып, тауарыңыздың салмағын өлшейді. Яғни сіз осы арқылы тауардың логистикасын біле аласыз, логистикалық құнын. Сізге тауардың логистикалық құнын автоматты түрде приложениеден көрсетіп тұрады. Қоймадан кейін сіздің тауарыңыз жолға шығады. Жол деген бізде өте үлкен статус, бұл ірі статус, ал сіздерге ұсақ 3-4 хабарлама келіп тұрады. Мысалы, Қытайдан Қазақстанға жолға шықты, кедендік бақылаудан өтті, импорттық кеден басталды, импорттық кеден аяқталды деген. Осы жолда деген статуста сіздің тауарыңыз ресми түрде Қытайдан Қазақстанның шекарасына өтетін болады. Тауарыңыз жолда деген статустан өткеннен кейін бізде 4-ші статус бұл сұрыптау статусы. Сұрыптау дегеніміз сіздің тауарыңыз Қытайдан аман-есен шекарадан барлығынан өтіп, Қазақстандағы біздің ірі қоймамыз сұрыптау орталығына келді дегеніміз сөз. Яғни бұл жерде сортировка жұмыстары жүреді. Бізде өздеріңіз білетіндей қазіргі таңда 90-ға жуық филиалдарымыз бар және күннен күнге ашылуда. Осы 90-ға жуық филиалдарымыздың барлығы сұрыптау орталығына тауарларының барлығы жиналып, әртүрлі қалаларға бөлінетін болады. Сұрыптаудан кейін екінші статус жеткізілуде деген статус. Яғни бұл сіздің бөлімшеңізге барар жолда деген мағынаны білдіреді. Яғни сіз Астана қаласынан болсаңыз, немесе Қарағанды әртүрлі қалаларға әр күнде жетеді. Мысалы, Алматы қаласына небәрі 3-4 сағаттың немесе 24 сағаттың ішінде тауарыңыз жеткізілетін болады. Ал Астана немесе Шымкент қалаларында әртүрлі уақыт болғандықтан біз осы статусты сіздер тауарыңыз туралы ақпаратты толық нақты білуі үшін осы жеткізілуде деген статусты қойып қойдық. Яғни бұл сұрыптаудан сіздің бөлімшеңіздегі аралықтағы статус болып қамтылады. Ал жеткізілуден кейін бізде бөлімше деген статус. Яғни сіз Pinduoduo'ға немесе жаңа постқа тіркелген кезде өзіңіздің тұрғылықты жеріңізді және де ыңғайлы филиалыңызды таңдайсыз. Осы филиалға келген кезде тауарыңыз бөлімшеде деген статусқа ие болады. Бөлімшенің ішінде бірнеше хабарламалар келеді. Бөлімшеге жетті, тауарыңыз сөреге қойылды, алуға дайындалды деген ұсақ хабарламалар. Жалпы хабарлама санын санайтын болсақ, сізге ұсақ 18-ге жуық хабарламалар келеді. Тауарыңыз бөлімшеде және сөреде деген хабарлама келген кезде алуға дайын деп менеджердің номері, филиалыңыздың байланыс номері және де мекен жайы барлығы көрсетілген кезде тауарыңызды барып алсаңыз болады. Немесе маған жеткіз қызметін пайдалансаңыз болады. Қазіргі таңда жаңа пост компаниясы 90-ға жуық филиал ашты және де маған жеткіз қызметі іске қосылды. Яғни бұл дегеніміз Қытайдан тауар алдырту тіптен де сізге ыңғайлы болуы үшін. Яғни сіз Pinduoduo'дан онлайн отырып үйде тапсырыс бересіз және де өзіңізге жақын филиалдан алып кетсеңіз болады. Немесе өзіңіздің дәл үйіңіздің алдына дейін жеткізсеңіз болады.
Бөлімшеден кейін бізде алынды деген статус. Осы алынды статусы не үшін қажет деген сұрақтар өте көп. Бұл өте маңызды статустардың бірі, себебі сіз қанша тауар алғаныңызды осы жерден көре аласыз. Және ең маңыздысы, мысалы бір тауарды алдыңыз, ол сізге ұнады, сіз қайтадан тапсырыс бергіңіз келсе, оны Pinduoduo сайтынан іздеп әуре болмайсыз, уақытыңызды мүлдем құртпайсыз. Міне осы алынды статусына кірген кезде тауарларыңыздың суреті, бағасы барлығы шығып тұрады, және байқасаңыз жанында Pinduoduoның логосы тұрады. Осы Pinduoduo логосын басқаннан кейін сіз сатып алған дүкенге жаңа пост автоматты түрде жібереді. Яғни қай дүкеннен сатып алдыңыз, тура сол дүкеннің парағын ашады. Және сіз бұл жерде екінші рет дәл сол тауарды, дәл сол сапаға сатып алуға мүмкіндік болады. Яғни мысалы сіз сатып алған тауарыңызды жоғалтып алып, екінші дүкеннен басқа сападағы немесе басқа бағадағы тауарды сатып алып әуре болмайсыз. Бірден осы жерден кіріп, сол бұрынғы сападағы өзіңізге ұнаған тауарды қайтадан сатып ала аласыздар. Міне осымен қысқаша жалпы 12 күндік процесс, ең алдымен Қытай қоймасынан бастап, сіздің қолыңызға дейінгі аралықта өте үлкен жұмыс атқарылады, әртүрлі бөлімдер жұмыс атқарылатын болады. Бүгінгі рубрика сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.